Сәлем достар. Бүгін біз рогалики жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді. Бізге керегі 300 грамм ұн, 100 грамм сары май. Осылай теркадан өткізіп саламыз. 140 грамм сметана, 1 жұмыртқа, 70-80 грамм қант ұнтағы және 10 грамм разрыхлитель. Осының бәрін араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Илегеннен кейін 10-15 минутқа салафанға салып, морозилкаға салып қоямыз. Және морозилкадан алғаннан кейін бөлікке бөлеміз де осылай жаямыз. Жайып аламыз да кесеміз. Одан ортасына қант саламыз. Жұмыртқа бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да 10-15 минутқа қысып тұрған пешке, 200 грамм пешке саламыз. Бетіне күнжут септім. Оны сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Міне осымен достар, біздің рогаликіміз дайын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.